Я, әрқайсымыз айнаның алдында өз-өзімізді тергеген болармыз. Сіздер түсінгендеріңіздей, бүгінгі сабақтың тақырыбы менің атым Қожа шығармасы. Менің атым Қожа шығармасы. Авторы Бердібек Соқпақбаев. Бастапқыда шығармада дүкендегі кездесумен Қожа есімінің шығу тарихы жайлы айтылады. Дүкендегі кездесу, бұл жерде Қожа мен Майханова ең алғашқы рет бір-бірімен кездескен болатын, бір-бірін жаман қырынан таныды. Неге? Себебі Қожа ешқандай сапқа қарамастан өз затын алғысы келген, Майханова оны ұстап алғысы келсе де, Қожа оның қолын итеріп қашып кеткен болатын. Менің есімім жайлы. Әлемде Ербол, Бақыт, Санжар секілді есімдер өте ерекше естіледі. Тіпті қазақ тілі апай, Майханова апай бұл есімдер жоғары деңгейлі есімдер деп атайды. Ал біздің есім бастапқыда Қожа емес, Қожа берген болатын. Бергені қалай түсіп кеткенін, кім және қашан екенін ешкім білмейді. Шығармада Қожаның жауы десек те болады, Жантас деген дос аталады. Жантас Қожа да емес, Қожа берген де емес, қара көже деп атайды. Қожа Майханованың кабинетіне жүгіріп келіп, Майханованы тергеуге алады. Менің жолдамам қайда деген секілді сауалдар қояды. Бірақ Майханова керісінше Қожаға ұрсып, лагерге тек тәртібі жақсы балалар баратынын айтады. Ағаттықтың азабы. Зоология пәні мұғалімі Оспанов балдарға келесі сабаққа бір-бір бақадан ұстап келіңдер деп айтады. Ал Қожа, мен бір емес, 3-4-еуіңді әкелем дейді. Сонымен келесі күні бірінші сабақ қазақ тілі, яғни Майханова апайдың сабағы. Майханова апай сол кезде сабаққа келмес бұрын оның сөмкесіне Қожа бір бақаны салып кетеді. Арты Майханова 2 күн сабаққа келмеуіне ұласады. Әрі қарай Қожа мен анасының диалогы сипатталады. И вот тогда это происходит. Момент, когда дыхание замедляется. Анам енді қайталанбайды, кешірші. Бұл нешінші рет айту? Нешінші рет уәде беруін, балам? Сен мен балам емессің. Мама деме мені. Деген сөздерді Қожа естиді. Ант етем, ендігәрі олай қайталанбайды деп Қожа анасына ант береді. Галифе шалбар киген, жіңішке аяқтар сидиып, шашы қақ жарыла желбіреп тұр. Кімнің сипаты? Директор Ахметов. Кейін Қожаны да директор кабинетіне шақырады. Ахметов, директор, неге деген сөз көп қолданып, Қожаға анасының алдында қатты ұрсады. Қожа, тағы да бір мүмкіндік беріңіздерші деп анасын аяп өзгергісі келеді. Мен өзгерем деген уәде береді. Жиналыстан шыққан соң Қожа ағаш жүзінде қалып қояды. Одан шыға алмай Майханова мен Ахметовтың келе жатқанын көреді. Және де екеуінің диалогын естиді. Майханова Қожа туралы, әрине ешқайсымыз күтпесек те, Қожа түбінде адам болатын бала деп айтады. Ал Ахметов директор болса, абайқын тап солай деген болатын. Бұл жерден байқайтынымыз, біздерді мұғалімдер қаншалықты ұрысса да, біз мұғалімдерді қаншалықты ұнатпасақ та, мұғалімдер бізді жақсы көреді және де адам болғанымыз қалайды. Құпия емес, айна алдындағы Қожа өзіне берген уәдесі. Меняйся или сдохни. Бірінші, тәртіпсіздік кісінің жексұрын көрсетіп бітеді екен. Бұдан бұлай ешкімге тиіспей, жайыма жүрем. Досым болсын, қасым болсын, бейбіт қатар өмір сүруге тырысамын. Ескерту, егер тиісуші мен болмай, басқа болса оған аулақ жүр, жақсылық көрмейсің деген тәрізді ескертпелер жасауым керек. Поставил цель. Добейся. Екінші, әрбір тәртіпсіздік қылығым үшін дер кезінде аяусыз жазаланып тұруым тиіс.
Егер біреуге өзім тиісіп шатақтасам, ол күні бір мезгілі ас ішпеймін. Біреуді жазықсыз тілдейтін болсам, кезекті демалысымда ешқандай қия басып шықпаймын. Үзілісте тысқа шықпай орнымда отырамын. Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу. Үшінші, сұлтанмен жолдастық қарым-қатынасым бұдан былай үзіледі. Ол екеуміздің сертіміз бүгіннен бастап күшін жояды. О дүниедегі ошақ жайына келетін болсақ, мен Құдайға сенбеймін, сондықтан мені дозақ оты сескендіре алмайды. Төртінші, сабақты жақсы оқу. Үлгілі оқушының бірінші белгісі. Мен осы 90-ның ішінде қалай болсын озат оқушылардың қатарында болуым керек. Сабақтан 1 сағатта себепсіз қалмаймын. Үйге берілген тапсырманың мезгілінде орындап отырамын. Believe. I think you should believe. Бесінші, жоғарыда қабылданған міндеттемелердің мүлтіксіз орындалуын қамтамасыз ету үшін күн сайын ұйықтар алдында өзіме өзім есеп беріп, жақсы жаман қылықтарымды осы дәптерге тізіп жазып отырамын. Осы айтылғандарды жүзеге асыру мен үшін ұлы сын. Егер осы сыннан өте алмайтын болсам, онда маған бұдан былай оқып қажеті жоқ. Анам байғұсқа күйеуімді тартқыза бермей, адам болатын басқа бір жолды іздеп жоғалуым керек. Believe in your thoughts. Қаулы бір ауыздан қабылданды. Менің ойымша, өз-өзіне есеп беру адамдықтың ең жоғарғы бейнесі. Сіздермен бірге болған Жұмабай Қосыман мұғалім жобасының 1-ші курс студенті. Назарларыңызға